Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу орындарына түсу үшін оқуға үміткерлерге өтініш беру қажет. Жеке істі қалыптастыру үшін келесі құжаттарды ұсынуы керек. Жеке басын куәландыратын құжат, білім туралы аттестат немесе диплом, сауалнама деректері, өмірбаян, оқу орнынан мінездеме, сотталмағаны туралы анықтама, жақын туыстарының жеке басын куәландыратын құжат көшірмелері, фотосуреттер. Кәмелетке толмаған үміткерлер үшін келісімшарт жасауға ата-анасының нотариалды куәландырылған келісімі. Қызметке жарамдылығын анықтау үшін медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, полиграфологиялық зерттеуден, сондай-ақ міндетті арнайы тексеруден өту қажет. Ұлттық бірыңғай тестілеуден өту және одан кемінде 50 балл жинау қажет. Оның ішінде математикалық сауаттылық және оқу сауаттылығы бойынша кемінде 3 балл, ал қалған пәндер бойынша кемінде 5 балл болуы тиіс. Ішкі істер министрлігінің жоғарғы оқу орнында өтетін конкурсқа қатысу қажет.